Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі 54-ші сабақ қайталау сабағы дән. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Дән. Балапан есік алдынан жалғыз дән тауып алды. Ол өте қайырымды еді. Тапқанын бауырларымен бөліске салатын. Дәнге қараған ол аз кем ойланды. Дән өте кішкене. Оны жеп алсам, қалғандары қайтеді? Одан да дәнді бір жерге апарып тығайын. Тағы да дән іздейін, деді ішінен. Балапан дәнді ауланың бір бұрышына көмді. Күз келді. Балапан жерге көмген дәннің өсіп тұрғанын көрді. Масағында көп дән бар екен. Бұған балапан қатты қуанды. Бұл шығарма балалар Гүлбаршын Әзімбаева деген кісінің шығармасынан үзінді болатын. Балалар, масақ бидай дәнді басы. Бидайдың басын біз балалар масақ дейді екенбіз. Балапан не тауып алды балалар? Балапан дән тауып алды. Ол дәнді не істеді? Ол дәнді екті. Күзде дән қандай болып өсті? Күзде дән көп үлкен болып өсті. Бұл мәтін өлең бе әлде ертегі ма? Бұл ертегі. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Бала мектептен келе жатты. Ол жолда кірпіні көрді. Бала оны үйіне әкелді. Оған сүт берді. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой. Олардың байланысын тап. Бірінші сөйлем. Бала мектептен келе жатты. Кім? Бала. Қайдан келе жатты? Мектептен келе жатты. Яғни бала келе жатты. Қайдан? Мектептен болады. Я балалар, біз сөйлемдердің байланысын сұрақ қою арқылы таба аламыз. Ол жерде кірпіні көрді. Ол кім? Нені көрді? Кірпіні көрді. Қайда көрді? Жолда көрді. Бала оны үйіне әкелді. Кім? Қайда алып келді? Бала үйіне әкелді. Оған сүт берді. Оған не берді? Сүт берді. Балалар, осылайша біз сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы таба алады екенбіз. Үшінші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Біздің отанымыз Қазақстан. Еліміз бейбітшілік көркейе берсін. Және жасасын. Я балалар, бұл жерде еліміз бейбітшілікпен көркейе берсін деген сөзді қойып жазамыз. Ең соңында біз жасасын деген сөздің соңында қандай белгі тұр балалар? Леп белгісі тұр. Сөйлемнің бірінші сөзін қандай әріппен бастап жаздық? Үлкен әріппен бастаймыз. Әрине, ол бас әріппен жазылады. Сөйлем соңында қандай тыныс белгі қойдың? Біздің отанымыз Қазақстан. Әрине, біз сөйлемдердің соңына қойылатын тыныс белгілерді білеміз. Леп белгі, нүкте, немесе сұрау белгісі. Ол сөздің мағынасына қарай қойылатын тыныс белгілер. Мұнда біз леп белгі қойдық.
Енді балалар, барлық тапсырмаларды орындап бітсек, балалар сендерге қосымша тапсырма сөздерді тасымалдаймыз және оларды жазамыз. Содан соң мұғалімімізге тексертуді ұмытпаңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.